Елімізде жасанды ұрықтандыру арқылы туылған сәбидің саны 20 мыңға жуықтады. Осыдан 25 жыл бұрын енгізілген әдіс жетілдіру үстінде. Бұл саладағы тың жаңалықтармен репродуктолог, эмбриолог Салтанат Байқошқарова онлайн емхана бағдарламасында бөлісті. Қазақстан ғана емес, Орта Азияда алғаш рет құтыдағы сәбиді дүниеге әкелген ғалым тікелей эфирде көрермен сұрақтарына жауап берді. Түтікте дамыған сәби ана атанды. Қазақстанда 20 мыңға жуық бала туылса, ал әлемде олардың саны 8 миллионға жеткен. Экстракорпоральды ұрықтандыру саласы 25 жылда елеулі жетістіктерге жетті. Зертханалық технологиялық негіздері дамый түсіп, ғалымдар легі де толыққан. 25 жыл оңай болған жоқ біз үшін. Біздің саланың мамандар үшін жоқтан бар жасап, сонау кеңес дәуірінің құлаған Қазақстанның егемендік алған алғашқы жылдары бастадық. Ол кезде тіптен ультрадыбыстық зерттеу жасайтын аппараттың бүкіл қалада біреу ғана болатын. Сондай қиын кезде елде тамақ жоқ, электр энергиясы өшіп қалатын заманда, кір сабын таппайтын заманда, қазір енді жастарға айтсаң сенбейтін шығар, ондай заман болған деп. Сондай кезде бұндай жоғарғы технологияны бастау оңайлыққа түскен жоқ. Көп кедергі болды, көп түсініспеушілік болды. Бірақ енді арты жақсы болып, қазір енді бір кезде өзім сол жұмысты бастаған болсам, 1-2 маманмен. Қазіргі кезде енді жүздеген мамандар Қазақстанда бар. Белсіздік бедеулікте белең алып тұр. Қабыну, инфекциялық аурулар, экологиялық мәселе, тамақтану, өмір сүру салты. Бұның барлығы бала сүю бақытына бөгет. Ерлердің ұрық сапасы нашарласа, репродуктивті қабілетті әйелдердің саулығы кеміген. Дүниеге баланы алып келуге себепші боласың. Дәнекер. Біз дұрыс жасап жатырмыз, дұрыс көмек жасап жатырмыз. Бұл кісілерге шынында да бала керек. Өз үшін емес, әшейін бір ойыншық ретінде емес. Жаңа саналы түрде ата-ана бола алатын адамдарға көмектесу керек деген менің өзімнің сондай ұғымым бар. Көрерменнің көп сұрағынан ұрпақ сүю, отбасын жоспарлау мәселесінің ушыққанын байқауға болады. Дәрігер ғалым Салтанат Байқошқарова ата-ана жауапкершілігінің төмендегенін, гендік қабілеттің нашарлағанын атады. Айнагүл Қалбаева, Жарылғас Шалғасов, Атырау телеарнасы.